ыдысын көріп асын іш. Қазақтың бұл мақалында тәрбиелік мәні зор, терең мағына бар. Тіпті ең қарапайым тағам әдемі ыдыста тәбетті көрінеді. Ежелден бері халық шеберлері емен, қайын және басқа да мықты ағаштарды, сондай-ақ жылқы мен ешкі терісін пайдалана отырып, экологиялық таза, табиғи материалдардан ыдыстар жасаған. Оттың пайда болуымен шойын, алтын, күміс сияқты металдардан ыдыстар жасала бастады. Дегенмен табиғи материалдарға артықшылық берілді. Тегене, қымызға арналған жиектері түзу қалыңдатылған және дөңгелек тұтқалы ұстауға арналған сыйымды ыдыс. Тегене қатты ағаштан ойылған, құлақтары кейде темірден немесе мыстан жасалған. Күміс және сүйек өрнектермен безендірілген. Өрнегі бар ағаш қақпақ ыдысқа қосымша талғампаздық қосады. Ожау. Бір ағаштан жасалған ою өрнекпен безендірілген ұзын сабы бар шөміш. Ыңғайлы болу үшін тұтқада ойық кесілген. Ожау жалғыз және қос болуы мүмкін. Және қазақтың дәстүрлі сусындарын қымызды, айранды, шұбатты құюға арналған. Ожау тегененің ажырамас қосымшасы. Ожаудың ағаш пен металдан жасалған екі түрі бар. Ағаш ожау біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырда қолданыла басталды. Археологиялық деректерге қарағанда, шөміштің ағаш пішіндерін орталық Азия халықтары ерте темір дәуірінде қолдана бастаған. Металдан жасалған ожау 16-19 ғасырларда ғана кең тарады. Қазақ шеберлері ожауды негізінен емен мен қайыннан жасады. Кейде тұтқаны ою өрнекпен әшекейлеп, сәндік бұйым ретінде алтын, күміс, асыл тастарды тұтқаға орнатқан. Қонақтарды әсіресе аптап ыстықта қымыз беру қазақ мәдениетінің ежелден келе жатқан дәстүрі. Ал ожау осы дәстүріміздің тұрақты серігі мен толықтыруы болып келеді. Құрметті қонаққа қымыз беру дәстүрі қазақтар үшін өте құнды. Сондықтан оны сақтауға ерекше мән берген. Суық қымыздың бай дәмін сақтап, оны оттегімен байыту үшін ожаудың шөміш бөлігінде қос тесігі бар. Сондай-ақ қос шөміштің өз пішіні қазақтар арасында кең тараған егіздік ырымына байланысты деген пікір бар. Ағайынды дейтін үй иесі мен қонақ бір шөміштен сусын ішу керек еді.